Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Қазақ тілі сабағы 2 сынып 132 сабақ. Сабақ сан есімді қайталау. Дерек сөздерден қажетті мәліметті табамын. Жоспар бойынша мәтін құрастырып жазамын дейді. Енді 49-ші жаттығуға қарайық. Ойлан тап дейді. Хайуанаттар бағында сары, көк және қызыл түсті тотықұстар бар. Сары түсті тотықұстардың саны көк түстілермен бірдей, ал көк түстілердің саны қызыл түстілермен бірдей. Егер қызыл түсті тотықұс 3 болса, хайуанаттар бағында барлығы неше тотықұс бар? Жауабыңды жаз, сан есімнің астын сыз дейді. Енді қарайық балалар. Сары түсті тотықұс пен көк түсті тотықұстың саны бірдей. Ал көк түстінің саны қызыл түстімен бірдей. Сонда қызыл түсті тотықұс 3 болса, басқалары барлығы неше болады дейді. Енді қараңдар. Бұл жерде кәдімгі жаңылтпаш сияқты айтылып тұр. Сары түсті мен көк түсті бірдей, ал көк түсті мен қызыл түсті бірдей. Яғни қызыл түсті 3 болса, значит, ол деген қызыл түсте, көк түсте, сары түсте 3-3-ден деген сөз. Сонда болады 9 тотықұс болады. Енді мына сан есімнің астын сыз дейді. Бұл жерде қайсы сан есім? 3 деген дұрыс па балалар? Жақсы. 50-ші жаттығу дейді. Сен саяхат жетекшісің. Сенің міндетің балаларды өзің тұратын көшемен таныстыру. Ол үшін көше кімнің атында екенін анықта. Ол туралы ақпарат жина. Көше атауы болмаса, көше бойында орналасқан ерекше нысандар, дүкен, мектеп, музей және тағы басқа көп қой, дұрыс па балалар? Туралы айтуға тырыс. Өз сөзіңді, сан есімдерді қолдануды ұмытпа дейді. Балалар, өздерің тұратын көшені сипаттап жазасыңдар. Мысал үшін, мен тұратын көше Абай Құнанбаев көшесі. Көшенің аты Абай Құнанбаев. Ол туралы ақпарат жинайды. Абай Құнанбаев 1845 жылы туылып, 1904 жылы қайтыс болған. Оның 45 қара сөзі бар. Ол өте ақылды адам болған. Көше атауы болмаса, көше бойында. Біздің ол Абай Құнанбаев көшесінде, ол көшеде 2 үлкен дүкен бар. Және балаларды ойнататын балалардың ауласы бар. Енді сан есімдерді қолдандым. Көрдіңдер ме балалар? Мен Абай Құнанбаевтың туған жылын айттым. Оның қанша қара сөзі бар екенін айттым. Және Абай Құнанбаев өте көп шет елдің ақындарының өлеңдерін қазақ тіліне аударған. Сендер енді балалар өздерің тұратын көшені кімнің атында екенін, ол туралы ақпараттарды жинаңдар, соны маған әңгімелеп айтуға тырысыңдар, және өз сөздеріңе сан есімді қосуды ұмытпаңдар, жарай ма балалар? Келесі 51-ші жаттығу, жоспар бойынша мәтін құрастырып жаз дейді. Жоспар: Қазақстан жері, Қазақстан халқы, Қазақстанның көрікті демалыс орындары. Енді жазайық балалар. Менің елім Қазақстан. Оның жері кең әрі бай. Әлемде жер көлемі жағынан 9-шы орында. Елімізде 150-ден астам ұлт өкілдері тату-тәтті бір шаңырақ астында тұрып келеді. Қазақстанның демалыс орындары өзге елдерден кем емес. Жер жаннаты Жетісу, Асқар Шыңды Алтай, емдік қасиеті мол Алакөл, көрген көзді таң қалдырар Балқаш, суы балдай, шөбі шүйгін Баянауыл, ауасы шәрбат Қарқаралы. Біздің елдегі осы іспетті көрікті жерлерді айтып тауыса алмайтындайсың. Қарасаң көзің тоймайды. 52-ші жаттығу балалар. Айман орманға саңырауқұлақ теруге келді. Алайда орманда улы саңырауқұлақтар өте көп еді. Олар қызыл түсті. Сен айманға жеуге жарайтын саңырауқұлақ тере алатындай жолды табуға көмектес. Енді қараймыз балалар. Бірінші жолға қараймыз. Ода қызыл түсті екен. Екінші жолға қараймыз. Қызыл түсті саңырауқұлақтар бар. Бізде ол қызыл түсті саңырауқұлақтар ол улы саңырауқұлақтарға жатады. Ал енді үшінші жолды қараңдар. Ақ саңырауқұлақ, көк саңырауқұлақтар бар екен, балалар. Айман бізде үшінші жолмен жүруге тиіс. Сол кезде ол жеуге жарамды саңырауқұлақтарды теруіне болады.
Сабақ түсінікті ме, балалар? Сабақ түсінікті болса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңдар.